Свадинда ертерек кірмедіңіз ба, Бейбіткүл апай? Записті ұмытып кетіппіз ғой. Запись жасадым, бастадым. Қатты бір көп андай не кеткен жоқ. Қазір мен ана жақтарды қойып берем. Скрин жасап аласыздар болмаса. Жарай ма? 5-ші есепке дейінгіні. Мін 5-ке енді келдік. Запись жасамаппыз ғой жаңадан бері. Енді қараңыздар әріптестер, мында 5-ші есепте мен әдейі мынау екі түрін алдым. Қазір екі түрінде де кішкене айырмашылықты мен сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Мынау есепте жаңағыдай түбірдің астына 0 қойып 8-ден басталады деп кетуге пока болмайды. Неге? Неге? Себеп бұл жерде x квадрат тұр. Міне. Ой. Бұл жерде себеп мына x квадрат тұр. Мен жаңа мынау жерде екінші есепте көрсеткен болатынмын. Естеріңізде ма? Егер түбір келетін болса, онда не істеп кете беруге болады дедік? Біз түбірдің орнына 0-ды қойып, мынау жерде мысалы түбір келетін болса, онда оның орнына 0-ды қоямыз да 7-тен плюс x-ке дейін деп алып кете берсек болады дедік. Бірақ түбірдің ішінде x болған жағдайда, әріптестер, x-тің дәрежесі 1 болған жағдайда, мында да тұр ол. Түбірдің астында x плюс 6, яғни x-тің дәрежесі 1 болған жағдайда. Ал енді мұнда келіп тұрмыз, түбірдің астында x-тің квадраты болған жағдайға келіп тұрмыз. Енді бұны не істейміз? Бұның мен сіздерге қазір тағы да екі түрлі әдісін көрсетем. Біреуі ол жаңағыдай туынды. Туынды арқылы қараймыз. Бірінші туындыдан бұрын алдымен өзін қарап алыңыздар. Теріс жақта жату мүмкін ба? Теріс жақта жату мүмкін емес. Неге? Себебі мынау түбір полный оң сан, мынау толығымен оң сан, оған 8 қосылып жатыр. Теріс жақта жату мүмкін емес. Бірінші туындысын алып жіберейік, туынды арқылы бағалап жібере салайық. Туындысы неге тең болады? 2x бөлінген 2 түбір астында x квадрат плюс 25. Мына 2 менен 2-ні қысқартып жіберетін болсақ, неге сындық нүктесін табатын болсақ, x тең 0 деген ғана шығайын деп тұр. Бұл жерде не болады? X тең 0. Бөлшектің бөлімі бізге 0-ге айналдырмайды. Бізде өсу кему аралығында ол шықпайды. 0 туындыға алып кеп қоямыз. Мынау жерді мәндерді алып барып туындыға қоямыз. Туынды алған функцияға қоямыз. Плюс жағын қойсақ, x-қа қойғандықтан плюс болады. Себебі бөлімінен плюс бөлімінде түбір болғандықтан ол всегда оң таңба береді. Мен оның бөліміне қойып әуреде болмаймын. Тек алымына алып барып қоя беремін. Алымында менде просто x тұрғандықтан ол плюс қойсақ плюсті береді, минусты қойсақ минусты береді. Ендеше біздің функциямыз мынау жерде кемейді, мынау жерде өседі. Жоғары қарай кететіндігін түсініп тұрмыз. Біз минимум нүктені мәнін тауып алуымыз керек. Яғни x-тің минимумы бізде 0. Тура осылай y-тің минимумын табу үшін не істейтін едік? Y-тің минимумын табу үшін мынау 0-ді алып барамыз да функцияға апарып қойып жібереміз. Яғни x квадраттың орнына 0 қойсақ, 0 плюс 25, 5 шығады, 5-ке 8 қоссақ 13. Ендеше бұл жерде неге тең? 13-тен плюс шексіздікке дейін. Не үшін? Себебі біз графикті көріп тұрмыз, мынау жақтан жоғарыдан келе жатыр, және жоғарыға кетіп бара жатыр. Жоғарыдан түсті де, қайтадан жоғарыға кетіп бара жатыр. Ендеше оның жоғарғы нүктесі максимум ол шексіздікке кетіп жатыр деген сөз. Минимумын парабола сияқты тауып алсақ, бізге жеткілікті, дұрыс па? Ол 0 екендігін таптық, оны қойдық, значит 13 минимум. Демек 13-тен басталады, плюс шексіздікке дейін. Міне, біз уже графиксіз көріп жатырмыз. Тура солай, егер мынау минусы келетін болса, кішкене өзгеріс болады, шатаспаймыз. Бұл жерде де туындымыз біздің мынаған тең болады, x квадрат минус 25. Бұл жерде бірақ анықталу облысы бар. Дұрыс па? Бөлшектің 0-ге айналып кететін мәндері бар. Және бөлшек қабылдамайтын, яғни түбірдің астында қабылдамайтын дүниелер бар. Біз соны ескеруіміз керек бұл жерде. Бұл жерде де қазір бізде шығайын деп тұр x тең 0, бірақ біз көрсетіп кетуіміз керек, мынау x квадрат тең x квадрат минус 25, яғни плюс минус 5-ті x-іміз қабылдамайды ғой. Плюс минус 5-ті қабылдамамыз керек. Себебі ол 0-ге айналдырады, және плюс минус модулі плюс минус 5-тен кіші сандарды да алмамыз керек. Минус 5, 0, 5. Міне, біз бұның барлығын міндетті түрде көрсетуіміз керек. Неге мен сызып қойдым, қазір көрсетем. Мынау аралықтағы сандарды біз қоюымызға болмайды. Оларды қабылдамайды. Себебі ол анықталу облысында жоқ.
Не үшін? Себебі түбір минус бола алмайды. Мысалы, 3-ті қойыңыздар, 9 минус 25, ол минустан шығады. Тура солай, минус 3-ті қойсаңыздар да дәл солай. Ендеше біз 5-тің оң жағын қоямыз, минус 5-тің сол жағын қоямыз. Ол бізде қандай таңба береді? Ал мына қоятын болғандықтан мынау жақ плюсті береді, мынау жақ минусты береді. Таңбаны мен қалай ажыраттым, түсінікті ғой, иә, әріптестер? Или бір түсіндіріп жіберейін ба? Мынау неге қоямыз? X-ке қоямыз. Мынау бөлшектің бөлімінде түбір тұрғандықтан ол всегда плюс. Енді таңбаны бізге не береді? X береді. Яғни X-ке қандай сан қойсақ, ол сондай таңба береді. Плюс сан қойсақ, ол плюс таңба береді. Минус сан қойсақ, ол минус таңба береді. Түсінікті ма? Сондықтан мен сразу ажырата салдым. Енді бұл деген сөз мынау жерде кемиді, мынау жерде өседі. Демек, оның жоғарғы шегі плюс 6-ке кетіп жатыр, ал ең төмені минус 5 пен плюс 5. Минус 5 пен плюс 5 пен ол бітеді. Ендеше не істейміз? Сол минус 5 пен плюс 5-ті жай ғана алып барып, мынау x квадраттың орнына қойсақ жеткілікті. Ол жерде не шығайын деп тұр? Так, x минимум бізде плюс минус 5 шығады. Ендеше y минимум бізде 8 шығайын деп тұр. Демек, функцияның мәндерінің жиыны бізде 8-ден плюс шексіздікке дейін. Енді жаңағыдай бір лайфхак түрінде бұлай жасауға болады. Егер осындай функция келетін болса, енді негізінде лайфхак деп айтып жатамыз, бірақ мынау туынды дегенді универсальный вариант деп айттым ғой жаңа негізінде. Универсальный вариантты біліп отырғандарыңыз өздеріңізге жақсы. Всегда, любой момент өздеріңіз ұмытып қалған жағдайда да осыған саластарда ажырата бересіздер. Негізінде көп жағдайда функция осындай болып келген кезде былай деп қоя салуға болады. Мынау арасында плюс келген кезде, яғни мына түбірдің ішін 0-ге айналдыратын мән жоқ болып тұрады ғой. Мысалы, x квадрат плюс 25, ол жерде 0-ге айналдыратын мән жоқ түбірдің ішін. Түбірдің ішін 0-ге айналдыратын мән жоқ кезде x-тің орнына 0-ды қойып, бірден мәндер жиын таба беруге болады. Егер түбірдің ішінде 0-ге айналдыратын мән бар болса, x квадрат минус 25. Дұрыс па? Полный түбірдің орнына 0 қойып жібересіздер да, мынаның орнына. Сөйтіп жаза беруге болады. Мысалы, мынау жерге 0 қойсақ, бұл жерде 25, мынадан 5 шығады, 13 шығады. 13-тен мынау уже жаңа біз сразу айттық, түбір ол плюс, оған оң сан қосылды, ол плюс, яғни ол жоғары қарай кетеді. 13-тен плюс шексіздікке екендігі көрініп тұр. Мында да 0 қойып жерсек, мынау 0 плюс 8, ол 8. 8-ден плюс шексіздікке дейін екендігі көрініп тұр. Мынадан шығады 13-тен плюс шексіздікке дейін. Мынадан шығады 8-ден плюс шексіздікке дейін. Енді бұны осылай мен оқушыларыма да кейде жаттап алыңдар деп жатам. Лайфхак сияқты қылып, бірден, егер осы сияқты функция келеді ма, ішінде 0-ге айналдыратын мән жоқ болса, x-ның орнына ғана 0 қойып жібересіңдер да, сразу мәнінен жаңағы оң жаққа болса, оң жаққа, теріс болса, теріс жаққа қоясыңдар деймін. Егер ішінде 0-ге айналдыратын мән бар болса, қайтадан түбірдің орнына түгел 0 қойып жібере саласыңдар да, шыққаннан оң жаққа болса, оң жаққа, түбірдің алды минус болса, онда минус жаққа, минус шексіздікке деп қойып жерге болады. Ал түсінікті ме, әріптестер, сұрақ бар ма? Тез сөйлеп тастамадым ба? Қалай болып жатыр? Так, түсінікті дейді. Жақсы. Түсінікті дейді. Керемет дейді. Жақсы, все. Кеттік, Түркістан облысы Жетісай ауданы дейді ғой. Керемет дейді. Кеттік ондаша. Ендеше келесі есепке қарай көшейік. Так, міне түбірдің уже мынандай түрлерінде қарап жерек. Біз енді жаңадан бері байқап келе жатсыздар ғой. Ақырындап дәреже көтердік, дәрежелердің барлығын бір қарап шықтық. Енді түбірге кірдік. Түбірдің ішіндегі барлық жағдайларды ақырындап қарап келе жатырмыз. Енді мынандай жағдайға қарайық. Бірінші, мынау жерге қараңыздаршы, ең алдымен бұл өте жеңіл. Неге? Себебі бұл үшінші дәрежелі түбір деген сөз, ол не то, что үшінші дәрежелі, ол тақ дәрежелі. Мен просто үшті қойып қоя салдым, мысал ретінде. Бұл тақ дәрежелі. Тақ дәрежелі түбір деген сөз всегда минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін береді. Соны жаттап алсаңыздар болады. Тақ дәрежелі түбір өзі тұратын болса, ол минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Графигі қалай болады?
жаңа 11-ші сыныптарда ма осы өтіледі, тақ дәрежелі, жаңа жұп дәрежелі деген, иә. Оның графигі қалай болады? Оның графигі былай болады. Біздің жағдайымызда бірақ керісінше болады. Себебі бізде x-тің алдында минус тұр, міне. X-тің алдында мынау жерде минус тұрғандықтан, біздің жағдайымызда график мына түрде кетеді. Яғни оның мәндерінің жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Бұны просто солай жаттап алсаңыздар болады. Яғни тақ дәрежелі түбірдің астындағы функция. Енді бүкіл тақ дәрежелі, себеп тақтың ішінен минус та шыға береді, плюс та шыға береді ғой. А бізде проблеманы кім береді? Жұп дәрежелі түбірлер береді ғой, жұп дәреже. Себебі оларда каприза бар. Менен теріс шықпасын, мен всегда оң болам деген андай бір капризный қыздар болады ғой. Сондай каприза болады оларда. Сол үшін жұп дәрежелі. Енді кеттік, мына біріншіге қарап жүрейік. Бұл жерде не істейміз? Бұндай есептерде алдымен қараңыздар, түбірдің алдында минус тұр. Енді осы минусты жоқ деп қараңыздаршы. Осы минусты жоқ деп қараңыздар. Иә? Онда не тұр? Жай ғана просто түбір тұр. Енді түбір дегеннің мағынасы қандай? Біз қазір бағалау әдісін көрейін деп тұрмыз. Түбір дегеннің мағынасы қандай? Ол барлық кезде оң сан шығады дегенді білдіреді. Келісеміз ба? 0-ден бастап жоғары қарай шығады. Иә, міне, түбірдің, просто түбір алдында минусы жоқ. Ол 0-ден бастап жоғары қарай мәндер шығады. Енді түбірдің алдында біздің алдымызда не тұр? Минус тұр. Түбірдің алдында минус тұр деген сөз, ол төңкеріледі деген сөз. Ендеше минус жақтан ең жоғарғы нүкте қанша? 0. Болды. Ол 0-дан жоғары қарай шығып кете алмайды. Келісесіздер ме осымен? Міне біз қазір бағалап жатырмыз. Ең төменгі жақтан оның ең максимум нүктесі 0. Міне мен қазір осы жерден уже жазып қоямын. Y максимум менде 0. Болды. Мен уже таптым жоғарғы нүктесін. Енді маған не керек? Маған енді төменгі нүкте керек. Төмен жақта ол қаншадан бастап қабылдайды. Енді мен Y минимумды іздеймін. Ал Y минимум қалай табамыз? Опять туындымен табамыз. Туынды тауып жүреміз. Бұндай әдісті бағалау әдісі дейді. Бұл әдістің мағынасының өзі, ол функцияны сыртынан қарап отырып, жалпы оның мүмкіндігі қай жерден қай жерге дейін жатқанын көру арқылы біз оны уже бағалап жібереміз. Ол 0-ден артық бола алмайды, максимум 0 деп. Иә? Туындысын табайықшы. Так, минус алдында қалып кетеді. Алымына минус 6х плюс 12 бөлімінде 2 түбірдің астында минус 3х квадрат плюс 12х минус 3. Міне, туындыны таптым, қасиеттері дейді. Туындыны таптым, туындыны тапқаннан кейін не істеймін? 0-ға теңестіріп жіберсем болады. Кішкене ықшамдап жібере салайық, 2-ге бөліп жіберейік, минусты кіргізіп жіберейік. Не болады? 3х азайтылған 6 бөлімінде түбірдің астында минус 3х квадрат плюс 12х минус 3. Міне, функциямыз осы түрге келді, тамаша түрге. Енді не істейміз? Біз просто 0-ға теңестіріп жібереміз. 3х минус 6-мыз 0-ға теңесетін болса, біздің неміз қай жерде? Х тең 2. Бұл бізде сындық нүктеміз ғой, е? Дұрыс па әріптестер? Сындық нүктеміз біздің х тең 2 болады екен. Енді әрі қарай 2-ні аламыз да таңбаларын ажыратып жібереміз. Бөлшектің бөлімінде түбір тұрғандықтан мен оған қоймаймын. Мен просто 3х минус 6-ға қоя беремін. 3х минус 6-ның мен оң жағын, сол жағын тап, мына жерге 3 қойып жерсем, 9 азайтылған 6 менде плюсті береді. 1 қойып жерсем, 3 минус 6 менде минусты береді. Болды. Ендеше міне, функция мына жақта кеміді, мына жақта өсті. Мынаның максимум нүктесі 0. Міне, мынау жерді біз тауып қойдық. Максимум нүктесі 0. Минимум нүктені маған кім беріп тұр? Ендеше 2 беріп тұр. Ол деп тұрғаным x минимум тең 2 міне. X минимум тең 2. Енді y минимум керек. Y минимум табу үшін не істеймін? Мынау 2-ні алып барып, функцияның өзіне қоямыз. Функцияның өзіне шатаспаймыз әріптестер. Так, минус 2-ні қоямын 4, 12 плюс 24 минус 3.
12 минус 3 9 ба? 9-дан 3 шығады, ендеше минус 3 шығады. Болды, y минимум таптық, y максимум бар. Ендеше бұның мәндерінің жиыны, яғни y-іміз жатыр. Қай жерден қай жерге дейін? Минус 3-тен 0-ға дейін. Түсінікті ме, әріптестер? Сұрақ бар ма? Біз максимумын бағалай салдық, минимумын туынды арқылы таба салдық. Қиналмаймыз. Сұрақ бар ма, әріптестер? Біз сонда қазір қандай әдістер көрдік? График арқылы әдіс көрдік. Бірнеше лайфхактар көрдік десек болады. Графиктан кейін біз туынды арқылы көрдік. Қазір біз уже бағалау әдісін көріп жатырмыз. Түсінікті ме, әріптестер? Сұрақ бар ма? Шарипа апай, плюс қойып жатыр. Кеттік ендеше. Уже бөлшекке көшейік. Түбірлерден шығайық та, уже бөлшекке көшейік. Аха. Бөлшек функцияларда, бөлшек рационал функцияларда бірнеше әдіс бар. Мен қазір сіздерге барлығын көрсетуге тырысамын, мүмкіндігінше. Мен сол үшін де бұны мен жеке-жеке алып жатырмын. Бірнеше әдіспенен қарауға болады. Жалпы ең алдымен бөлшек рационал функция деген кезде, кетті. Бөлшек рационал функция деген кезде мынау функцияның графигін көз алдымызға всегда елестетіп отырайық. Әріптестер, 1 бөлу x бізде не? Гипербола. Дұрыс па? Гипербола. Бұл нені қабылдамайды? 0-ды қабылдамайды. Мынау тұрысында 0-ды қабылдамайды. Егер менде, мысалы, мынау осы функцияның мәндер жиынын тап десе, мен бұлай жазатын едім, Неге? Себебі бұның графигі, міне мынау жерде міне бұлай жатады, мұнда бұлай жатады. X, Y текші. Y-тің бойында мынау 0 нүктесін қабылдамайды. Шексіз жақындайды, бірақ 0 ешқашан тең болмайды. Енді егер қараңыздар, мысалы мен мынау жерге 3-ті қоссам не болады? 1 бөлу x плюс 3. Онда не істейді? Менің графигім жылжиды. Y бойынша 3-ке жылжиды. Мынау жерде мен қосымша ось пайда болып сызамын. Графигім бұлай жылжиды. Ендеше, егер мынау жерге осындай 3 салынса, не өзгереді екен? Мынау ғана өзгереді екен. Міне. Түсінікті ме, әріптестер? Егер менің функцияма бұлай болса ше, бұл кезде ештеңе өзгермейді. Тек x-қа қосылып азайтылған сандар, ол y-қа әсер ете алмайды. Ол тек x-қа ғана әсер етеді. Ол x бойынша жылжиды. Мынаның графигі менде x бойынша 3-ке жылжиды. 1, 2, 3. 3-ке жылжиды. Мынау жерде жатады бұлай. Бірақ y-тің бойында ештеңе өзгерген жоқ. 0-ді бәрібір қабылдамайды. Яғни ол x-қа қосылып азайтылса сан, оны біз елемейміз. Бұл жерде минус шексіздіктен 0-ге дейін қала береді. Түсінікті ма? Ал егер, мысалы, осыған какой-то 5 қосылса, онда біз уже көрдік мынау санды ортаға қойып жүреміз. Минус шексіздіктен 5-ке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Түсінікті ғой, жалпы бөлшек рационал деген как будто бір қиын сияқты, бірақ қиын емес. Егер сіздер осындай түрге алып келе алатын болсаңыздар, мынау шыққан бүтін санды ортаға қойып жібересіздер де жаза бересіздер. Минус шексіздіктен 5-ке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Мысалы, 4 қосылды ма, солай. Минус қойылды ма, тура солай. Минус осыған дейін. Енді біздің қазір мынау тұрған функциямызды біз осындай түрге алып келу үшін мынау жерге мынандай шамдау жасаймыз. Яғни минус 1 плюс 1 жасап жібереміз. Неге? Себебі мынау жерде x плюс 1 болып тұр. Онда бұлай жазсақ болады. Бұл дегенім нені береді маған? Мынау екеуі қысқарады да, 1 азайтылған 1 бөлінген x плюс 1. Болды. Мен мынау түрге келтіріп алдым. Яғни бөлек мынау санды бөліп алдым. Все, санды бөліп алдым ба? Мен бұны жаза берем. Мен шексіздіктен 1-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін. Маған бұл жерде график сызып керек емес. Қажеті жоқ, мен уже бүтін санды көрсем жеткілікті. Анау тұрған бөлшектің алдындағы минус, плюс ол маған әсер етпейді. Себебі ол y-ті бұлай төңкермейді, басқадағы төңкереді енді, бірақ ол y-тің қабылдамайтын нүктесіне оның әсері жоқ.
иә. Енді әріптестер тура осындай мынандай түрлері де келеді. Ол кезде де сіздер соған жасай берсеңіздер болады. Мысалы, былай келеді: x плюс 2 бөлімінде 3x минус 1 деген сияқты. Мынандай келді. Мынаны ықшамдап отырып қажет емес. Негізі ықшамдауға болады. Мен сіздерге қазір жеңіл лайфхактарын айтайын деп тұрмын. Ықшамдауға болады. Ықшамдап мынандай қылып бүтін санын алуға болады. Бірақ тестте ұбт-да отыратын болсаңыздар, x-тің алдындағы коэффициентке қарай салыңыздар. X-тің алдындағы коэффициентке. Алымында 1 тұр, бөлімінде 3 тұр. Ендеше мен жазам: 1-ден y тиісті минус шексіздіктен 3-тен 1-ге дейін, 3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Тамаша ма? Қалай? Күшті ма? Осылай. Просто анау біз шек тапқан кезінде сөйтіп дәрежелерін қараймыз да 1-ден коэффициентке қарай саламыз ғой. Вот тура солай уақыт үнемдеу үшін оқушыларыңызға 11-ші сыныпқа кім сабақ беріп жатыр, сіздер де тура осылай үйрете берсеңіздер болады. X-тің алдындағы коэффициенттерін квадрат емес, әріптестер байқаңыздар, бұл бір дәрежеде, иә? Бір дәрежеде осылай келді ма, просто x-тің алдындағы коэффициенттерін аласыздар да, қатынасын аласыздар да, ортаға қойып жібере саласыздар. Все, сіздерге мәндер жиыны дайын, готов. Кеттік. Тура осылай тағы бір мысал көрсетіп жіберейін. Мысалы, осылай кішкене бір поддержка беріп отырсаңыздаршы. Мысалы, мынандай болсын. Так, бөлінген 5x плюс 1 мына. Мынаны не істейміз? Тағы да тура солай жасаймыз. Мына x-тің алдында не тұр, соған ғана қарай саламыз. Y тиісті минус шексіздіктен минус 5-тен 2-ге дейін, бірігу минус 5-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін. Иә, күшті. Все, мынандай келетін болса, онда осылай таба берсеңіздер болады. Мынаны бір скрин жасап алыңыздаршы. Мен себеп тура осы есепті басқаша жолмен шығарып көрсетейін деп тұрмын қазір. Бір қажетін скрин жасап алыңыздар. Егер сіздерге функция әдемі мынандай түрде келетін болса, яғни бүтін саны бөлек түрде қосылып немесе азайтылып келетін болса, сіздер ортаға сол бүтін санды қоясыздар да жібере бересіздер. Все. Егер сіздерде функция мынандай түрде келетін болса, просто x-тің коэффициенттерін аласыздар да қоя бересіздер. Все. Иә, кеттік па? Мынау жерде де негізі солай жасай салуға болатын еді. Бір деп ортада бір екендігі көрініп тұр еді. Мен просто сіздерге андай нені көрсетейін дегенмін ғой. Енді қазір мен мынау жерді бір тазалап алайын. Енді дәл осы есепті негізінде ереже бойынша жаңағыдай жолмен табуға болады. Одан бөлек кері функция табу әдісі деген бір жақсы, тоже универсал әдіс деуге де болады. Туынды сияқты кері функция табу әдісі деп тағы бір әдіс көрсетейін деп тұрмын. Неге кері функция? Өзі 10-шы сыныпта кері функцияға жетеміз ғой, сол кері функцияға жеткен кезде мен деймін. Неге? Себебі кері функция арқылы көп не табуға болады да, оны оңай көп жерде қолданып жүруге болады. Кері функция деген өзі бір сондай күшті. Неге? Себебі бастапқы берілген функцияның анықталу облысы осы функцияның кері функциясының мәндер жиыны. Және керісінше, бастапқы берілген функцияның мәндерінің жиыны осы функцияның кері функциясының анықталу облысы. Тура солай, бізге қазір мысалы мынау функцияның мәндер жиынын табу керек па? Біз осы функцияға кері функцияның анықталу облысын тапсақ жеткілікті. Яғни ол үшін біз кері функцияны тауып алуымыз керек. Кері функцияны қалай табамыз, әріптестер? X пен Y-тің орнын ауыстырып жібереміз, иә? Мен солай үйретемін, енді сіздер қалай табатындарыңызды. Сөйтеміз де қайтадан Y-ті ықшамдап шығамыз деп айтамыз. Так, Y тең X, Y плюс X. Осы жерден x, y минус x, y тең болады x-ке, y-ті табатын болсақ, x бөлінген 1 минус x мына. Мынау менде кері функция. Берілген функцияға кері функциясы. Енді не істеймін? Анықталу облысын тауып жібере саламын. Анықталу облысы бұның не? X тең емес 1-ге деп тұр. Яғни минус шексіздіктен 1-ге дейін, 1-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл осы функцияның енді анықтамалық жолы деп айтуға болады. Осылай да табуға болады кері функция арқылы. Түсінікті ма? Маған өзіме ана жол ыңғайлы. Мен қараймын. Так, мынаның алдында 1 тұр, мынаның алдында 1 тұр. Ендеше деймін дағыны ортаға 1-ді қоямды былай жазып жібере саламын.
Түсінікті, иә? Тамаша. Кеттік, келесі. Енді әріптестер, қараңыздар, всегда бізде бөлшек рационал функция осы әдемі мынандай сызықтық алымында да бөлімінде де x-тің дәрежесі бір дәреже болып келе берсе, ол тамаша болып кетуші еді, өміріміз гладко болушы еді ондай кезде. Енді біздің өміріміз гладко кетпеу керек, қиындату керек, квадраттарды да қосып тұру керек арасына. Қандай тамаша түсіндіріп жатсыз дейді, иә. Өзіме де ұнап жатыр дейді. Квадраттар болса не істейміз? Егер функцияның, яғни бөлшек рационал функцияның бөлімінде x квадратпен келетін болса, бұл өзі осындай тамаша бір не, яғни x квадратпен келетін болса, параметр енгізу әдісін қолданамыз. Бұл нешінші әдіс кетті уже? Бірнеше әдіс кетті ғой, иә? Параметр енгізу деген бір тамаша әдіс бар. Ол әдіс қалай? Берілген функцияны аға теңестіріп жібереміз. Яғни 3x бөлінген x-тің квадраты плюс 1 тең а. Бұл да енді кері функцияның бір жолы ғой. Енді білмеймін, неге бұлай жасағанын, енді параметр ендіру деп жаңадан бір әдіс деп тапқысы келген шығар, бірақ кері функцияның өзі негізінде. Аға теңестіріп жібереміз де ықшамдаймыз. 3x тең а x квадрат плюс а. Бір жаққа алып шығамыз бәрін. Ax квадрат плюс a минус 3x тең 0. Ой, мен керісінше жазып қойдым. Не екен орнын ауыстыра салайыншы. Так, минус 3x плюс a десем, кішкене ыңғайлырақ болады. Не істейміз? X табу үшін дискриминант тауып жібереміз. 9-дан азайтамын 4a-ның квадраты. Міне, дискриминантты таптық. Иә? Дискриминант таптық. Енді не істейміз? Дискриминанттың, жаңағы квадраттық теңдеудің, яғни мәні бар болу үшін бізге дискриминант қандай болу керек? Дискриминант всегда 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Ендеше 9 минус 4а квадрат үлкен немесе тең 0-ден дейміз де а-ның мәндерін бағалап жібереміз. 3 минус 2а 3 плюс 2а үлкен не тең 0-ден. Аны оң қылып алсақ та болады, болмаса былай жасай салайық, ештеңе етпейді. Так, 3 бөлінген 2 ғой, минус 1,5 плюс 1,5. Минус 3 бөлінген 2, мұнда боялады екеуде, плюс 3 бөлінген 2. Так, қараңыздар, аның алды минус болғандықтан біз оң жағынан минустан бастаймыз, және ары қарай кезектестіреміз. Бұлай болады, иә? Бізге 0-ден үлкен аралық керек, ендеше мынау аралық. Бұл А-ның жатқан аралығы. А тиісті минус 2-ден 3-тен плюс 2-ден 3-ке дейінгі аралықта жатыр А бізде. Ол деп тұрғаным, А деп тұрған неге тең? Y-ге тең. Ендеше біздің Y-імізді осыған тиісті мәндер жиынымыз, демек осыған тең. Все? Всегда бұл бөлшектің бөлімінде x квадрат келген жағдайда. Солай ажыратыңыздар. Сіздерде бөлшек келді, x квадратпен келді ма бөлімі? Все, бірден аға теңестіріп жіберіңіздер де квадрат теңдеуге алып келесіздер. Дискриминант шығады, дискриминантты оң деп аласыздар. Бұл сонымен шыққан аралық сіздерде не шығады? Мәндер жиыны бола салады. Тамаша бұл. Оңай. Сұрақ бар ма? Күшті дейді. Сұрақ жоқ сияқты. Егер сұрақ жоқ болса, кеттік ары қарай. Келесі, мынандай бір бөлшек рационал функция келеді. Енді қараңыздар әріптестер, мұнда да квадрат тұр. Бірден параметр енгізіп жіберсем болады, бірақ бұл жерде 3 мүше. Мынау есепте 3 мүше емес еді квадратта. Көріп тұрсыздар, иә? Бұндай кезде бірден параметр енгізе беріңіздер. Енді мынандай бар, бұл кезде мүмкіндігінше ықшамдауға тырысыңыздар. Себебі 3 мүше тұр, 3 мүше тұрған кезде бұл енді бөлімінде ғана осындай болып тұр. Кейде алымында да бөлімінде де 3 мүше келетін жағдай бар квадратпенен, иә? Ондай кезде де бірден аластарда ықшамдайсыздар. Ықшамдау деген сөз көбейткіштерге жіктейсіздер. Мынаны көбейткіштерге жіктеп жіберейік. Түбірлері қандай? 1 2, 3, так. Минус 1 мен 3 қой, иә? Минус 1 мен 3 бол деп тұрғаным x минус 3, x плюс 1 және x минус 3 дегенді береді. Дұрыс па? Коэффициенттер әдісі арқылы мен түбірлерін бірден таба салдым, сөйттім де көбейткіштерге жіктеп жібердім. Көбейткішке жіктесек, қарасақ не болады екен? Қысқарады екен x минус 3. Сонда бізде функциямыз қай түрге келді?
мынау түрге келді, дұрыс па? Енді мына түрдегі функцияның анықтау деп мәндер жиыны неге тең еді? Ноль ма? Нольге тең емес, иә? Дұрыс па? Х тең емес нольге, яғни минус шексіздіктен нольға дейін, нольдан плюс шексіздікке дейін. Дұрыс қой? Келісесіздер ме, әріптестер? Неге? Себебі мына жерде х-тің алдында нөл көбейтіліп тұр. Мынандай болып тұр. Нөлді бірге бөліп жүрсеңіздер, нөл болады. Міне ноль деп аламыз. Осылай жазып кете беруге болатын еді. Ой, мына жерде. Бірақ егер біз бұлай жазатын болсақ, онда қатты қателесеміз. Неге? Себебі біз x минус 3-ті қысқартып жібердік, қысқартуға болады, бірақ біз ескеріп отыруымыз керек. Бөлшектің бөлімінде тұрған x минус 3 еді ол, дұрыс па? X минус 3 деп тұрғаның анықталу облысында бізде x тең емес 3-ке деген дүние бар, дұрыс па? X тең емес 3-ке деген ол анықталу облысында. Не істейміз? Анықталу облысында егер 3-ті қабылдамаса, мәндерінің жиынында да осы 3-ті қойған кездегі мәнді қабылдамауымыз керек, әріптестер. Ендеше x-тің орнына 3-ті алып кеп қоямыз. Не болады 3-ті қоятын болсақ? 3 плюс 1 4 па? Егер x-іміз 3-ке тең емес болса, онда y-іміз да 4-тен 1-ге тең емес. Ендеше біздің мәндеріміз жиыны мынау емес, y тиісті 0-ға тең емес, сонда y-іміз және 4-тен 1-ге тең емес қой. Соны қалай жазамыз? Бұлай жазамыз. Минус шексіздіктен 0-ға дейін, бірігу 0-дан 4-тен 1-ге дейін, бірігу 4-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Міне жауап енді шықты. Түсінікті ме, әріптестер? Сұрақ бар ма? Оқушылар әдетте алады да қысқартып кетеді да, ана жақтан әдемі функция шығады, соның жауабын алып кете береді. Ол қате болады, олай жасауға болмайды. Мынау берілген мәнде анықталу облысын ескеріп отыруымыз керек, анықталу облысында мәндерді қабылдамауымыз керек. Әдемі дейді. 3-ті неге қойдық? 3-ті неге қойдық? Себебі анықталу облысында мынау жерде x тең емес 3-ке, x тең емес минус 1-ге деген не бар. Біз мынау минус 1 жағдайы бізде уже өзі шықты. Біз мынаны қысқартып жіберіп едік, Асим апай. Көрдіңіз ба? X минус 3-ті қысқартып жіберіп едік. Қысқартуға болады. Бірақ біз бастапқы берілген функцияның мәндер жиынын тауып жатырмыз ғой, бізге шыққан функцияның емес. Бастапқы берілген функция бізде міне минус 1 мен 3-ті қабылдамау керек. Сондықтан 3 қысқартылып кеткендіктен оны ескермей тастап кетуге болмайды. Сол үшін біз 3-ті қоямыз да, сол мәнін y-де қабылдамайды деп 0-ды түсіндіріңіз дейді. 0 деген қайсы? 0 деген ол мынау жерден шықты ғой, мынау функцияның мәндер жиынынан шықты. Мынау бізде 1 бөлінген x плюс 1 шықты ғой. Осы функция мәндер жиыны қандай? 0-ға тең емес деп айтамыз ғой, яғни минус шексіздіктен 0-ға дейін, 0-дан плюс шексіздікке дейін. Жаңа айттым ғой, егер жай ғана қарапайым бөлшек рационал шықса, x-тің алдындағы коэффициенттерді просто бір-біріне қатынасын ала саламыз деп. 0 сол жерден шықты, ал 4-тен 1 3-тен шықты. И все, сода арқылы құрастыра саламыз. Болды. Түсінікті ма? Түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Келесі бізде мынандай бір тамаша функция бар. Я дейді, кеттік. Мынандай бір тамаша функция бар. Мына функцияны мен осыған дейін айтқан жолдармен шығара алмаймыз. Неге? Бұны біз туындылай алмаймыз, кер функциясын табуымыз қиын. Туындылай аламыз, бірақ қиын болып кетеді. Кер функциясын тоже проблемаменен кетеді. Графигін просто так қарап тұрсаңыздар, сала салу оңай емес, бағалау да қиын болып тұр. Бұндай жағдайда всегда жаттап алыңыздар. Мынандай болып келген жағдайда мына формуланы қолданамыз. Арифметикалық прогрессия деппін ғой. Арифметикалық орта әрдайым үлкен болады, геометриялық ортадан деген ереже бар. Мынандай тамаша теңсіздік бар. Бұны біз көп жағдайда олимпиадалық есептерде енді қолданып жатамыз. Мектеп қабырғасында қолданамыз, жоғары сыныпта, бірақ көп қолданбаймыз. Но олимпиадаларда көбірек қолданылады. Арифметикалық орта всегда геометриялық ортадан жоғары үлкен болады деген осындай тамаша не бар. Бұл жердегі А менен Б бізде оң болуы керек деген шарт бар.
Енді осыған қойып жібереміз. Мынау функция А, мынау функция Б ғой сонда бізде. Мін, түбір астында x плюс 1 бөлінген түбір астында x үлкеніне тең 2 көбейтілген түбірдің астында x көбейтілген 1 бөлінген түбір астында x. Мынау екеуі қысқарады. Не қалады сонда? Мынау менде y қой. Y үлкеніне тең 2-ден. Все болды. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Все, бұлай оңай шыға салды. Бұл тағы бір әдіс, сен жаттап алсаңыздар болады. Ол дәл осындай функцияларда кездеседі. Мынау түрін жаттап алыңыздар. Мысалы, мынандай түрде келеді. Тағы бір мысал көрсетіп жүре салайын. Мысалы, x квадратпен көрсетейін. 10 болу керек. X квадрат плюс айталық 5 бөлінген x квадрат болсын. Немесе арасы минус болсын. Бәрібір ол. Жоқ, плюс болсын. Себебі бізде арифметикалық орта, геометриялық ортадан үлкен болады деген ережеменен қолданамыз. Және бізде мынау шарт міндетті. Яғни А мен Б-ның оң болуы міндетті. X квадрат, түбір асты X деген жерлерде қолданылады бұл әдіс. Орнына салып жібереміз. Не болады? Y-ім үлкеніне тең 2 түбірдің астында X квадрат көбейтілген 5X квадрат. Қысқарады. Не қалды сонда? Y-ім үлкеніне тең 2 түбір астында 5-тен. Ендеше менің мәндер жиыны 2 түбір астында 5-тен плюс шексіздікке дейін. Міне. Түсінікті ме, әріптестер? Мынаның түрін жаттап алыңыздар. Себебі дәл осы түрдегі функция бізде кеше ғана ақпан айында өткен квал тестте келді. Дәл осындай функция. Айтайын, қандай түрде? X квадрат плюс 8 бөлінген x квадрат түрінде ма келді? Дәл осындай. И оны көпшілік негізі қателесті сол жерде. Себебі бұл туындыменен шығарсаңыздар көп уақыт алады және өте ұзаққа кетеді. Шарт көрсеңіздер болады. Прям кетесіздер біраз жерге дейін. Жаңағы кері функциясын табу оңай емес, бағалау да оңай емес, себебі бұлар оңайлықпенен көріне салмайды. Сол үшін бұларды осындай жолменен шығарған өте жеңіл, қысқа, уақытыңызды да үнемдейсіздер. Түсіндік па? Ең бастысы мынау формуланы жаттап алсаңыздар болды. Формула емес, енді ол теңсіздік қой. Арифметикалық орта геометриялық ортадан үлкен болады деген жаттап алсаңыздар, оны ортасын қоя бересіздер. Түсіндік пе, әріптестер? Кері байланыс берсеңіздер. Мен сіздерге қарап отырмын. Пока кері байланыс жазам дегенше сөйлеп жатырмын. Күшті әдіс екен дейді. Күшті әдіс. Түсінікті. Кеттік онда. Ал кеттік тригонометрияға. Тригонометрия деген негізі ойбай тригонометрия болғанмен, тригонометрия болғанмен, бірақ бұлар өте оңай. Тангенс, котангенстің мәндерінің жиыны бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Тангенс, котангенстің. Ал синус, косинустың мәндерінің жиыны бізде қандай? Минус 1-ден плюс 1-ге дейін. Аузым айтса, қолым жазып атыр соны. Минус 1 мен плюс 1-дің аралығында. Косинус, синустың. Енді мынаны обычно негізінде ереже бойынша бұлай жасау керек. Бір ғана тригонометрия қалатын жағдайға алып келуіміз керек. Бір ғана тригонометрия. Сол бір тригонометрияны қоямыз да, қалғанның барлығын келесі бетке өткізіп тастаймыз. Міне, синус 2x тең болады 4 минус y. Бізде мынау синусымыз мынау аралықта жатыр ғой. Ендеше мына 4 минус y-іміз да минус 1 мен плюс 1-дің аралығында жатыр. Минус 1, 4 минус y плюс 1-ге дейін. Не істейміз? 4-ті екі жаққа өткізіп жібереміз. Минус 5, минус y, минус 3-па минусқа бөліп жібереміз. Теңсіздік таңбалар минусқа бөліп жіберген кезде не істейді? Өзгереді. 3-ке дейін, яғни 3 пен 5-тің аралығы деп бұлай шығара саламыз. Бұл бізде ереже бойынша, әріптестер. Ереже бойынша осылай шығарамыз. Енді тестте не істейміз? Тестте біз бұлай бәрін теңсіздіктерді нелерді шығарып отыра алмаймыз ғой. Тестте мынау ең үлкен мәнмен ең кіші мән, яғни минус 1 мен плюс 1-ді алып барамыз да, мына синустың орнына қоя саламыз. Y тең 4 минус 1, y тең 4 минус 1
тең 3 тең 5. Все, бұл 3-тен 5-ке дейін. Все, тамаша шыға салды. Гүлмира апай, негізі минус болса да солай шығу керек, сол әдіспен графигін салып шығарып көріңізші, тексеріп. Негізі сол әдіспенен шығу керек тоже. Дәл сол функцияның түрінің бәріне қолданылатын әдіс қой ол. Мына түсінікті ма? Минус пен плюсті егер сіздерге мынау функция жаңағы бақылауда 11-ші сыныпта аттестаттауда болады ғой, 9-ші сыныптың аттестатқа жазатын емтиханда келсе, мынандай жолмен жазуымыз керек. Егер тестте келсе, қиналмаймыз, просто апарамызда -1 мен +1 қоя береміз. Ал егер модульда келсе ше, тригонометрия модульда келсе, біз бірінші бағалап алайық. Модуль косинус x-тің ең үлкен мәні мен ең кіші мәні қандай? Ол жерде минус шықпайды ғой. Минус шықпағандықтан 0 мен 1-дің аралығында болады. Все, бұл соның орнына қоя саламыз. 0 плюс 3, 1 плюс 3, 4, 3. 3-тен 4-ке дейін. Болды. Я. Жаңағыдай әдіспен шығару керек болса, анау 3-ті мына бетке өткізіңіз, y-3 болады, сөйтіңізді 0 мен 1-дің аралығында қос теңсіздік шеше салыңыз. Түсінікті, я? Я, 0, 1 деп жазып жатыр әріптестер. Я, мынандай түрдегісі түсінікті. Тригонометрия біреу-ақ болған кездегісі түсінікті. Енді қараңыздар әріптестер, мынандай түрде келсе не істейміз? Бұндай түрде келсе, синус пенен косинус екеуі сәл азайып тұр дейді. Шынымен азайып тұр ма, әріптестер? Мен даусымды қалай сіздерге көбейтіп берсем екен? Нені қоссам, микрофонды қоссам, сіздер жаңа... Енді микрофонды қостым. Енді қалай болды? Кері байланыс бер жеріңіздер. Микрофонды қостым. Жақсы естіліп тұр дейді Замзагүл апайымыз. Шамалы дейді. Болмай тұр ма? Жақсы болды дейді. Я, егер жақсы болса, кеттік естіледі, бастапқыда қатты микрофон қоспаңызшы дейді. Не істейін? Өте жақсы естіліп тұр дейді. Все, жақсы болса, жақсы, кеттік онда. Анық болғаны керек қой бізге. Қараңыздар әріптестер, бұндай кезде без микрофон дейді. Микрофонды алып тастағанымды дұрыс па? Жақсы айта беріңіз, кеттік. Енді бұндай кезде, мына синус пенен косинус бөлек болған кезде, олардың орнына алып барып 1-ді, -1-ді қоя алмаймыз. Олай қойға болмайды. Бұндай әдістерді біз 10-шы сыныптағы тригонометриялық теңдеу теңсіздік шешкен кезде қолданамыз. Қосымша бұрыш енгізу әдісі. Бұның анықтама бойынша негізі былай шығады. Қосымша бұрыш енгіземіз. Ол дегенім а квадрат плюс б квадрат деген санды тауып аламыз. А деп тұрғаным мынау, б деп тұрғаным мынау. Есептеймін. 9 плюс 16, 5 қоя, мен бірден жаза салам. 5. Сөйтемінде мына функцияны осы 5-ке бөліп жеремін. Сонда y бөлінген 5 тең 3 бөлінген 5 синус x минус 4 бөлінген 5 косинус x. Енді менде мынау екеуі синус пен косинустың қандай да бір y десек, y демей қойыншы, фи бұрышы дейінші. Фи бірдей бұрышын береді. Так, косинус фи бұрышы менің 3 бөлінген 5-ке тең. Неге мен береді деп сенімді түрде айтып жатырмын. Себебі мен оны мына формуламенен тауып алдым. Бұл формула қайдан шықты? Бізде синус квадрат плюс косинус квадрат тең 1 дегеннен шықты. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 1 деген біздің негізгі тригонометрия тепе-теңдігі бар ғой. Вот сол жерден шықты. Мынау екеуін қазір квадраттап бір-біріне қоссаңыздар 1 шығады. Біз 5-ті сондай болатындай етіп таңдап алдық. Сондықтан сіздер еш қиналмай, мынау сыны таптыңыздар ма, квадрат плюс б квадрат деп, осылай бөліп жеріп, біреуін синус, біреуін косинус деп ала берсеңіздер болады. Сонда бұл бізде қосу формуласына келейін деп тұр ғой қазір. Мынаны косинус қылып жүрейік. Мынаны синус қылып жүрейік. Ой. Мынау фи. Косинус x. Сонда y бөлінген 5 тең мынау синустың азайтуы болайын деп тұр ғой, x минус фи міне. Болды. Бір тригонометрия болатын жағдайға алып келдік. Все. Мынау синустың ішінде қандай бұрыш тұрғаны маған маңызды емес аргументте. Маған маңыздысы ол жалғыз синус.
яғни ол менде уже -1 мен +1-дің аралығында жатыр. Мен енді аламын да, мынау -1 мен +1-дің аралығында жатса, ендеше мынау да сол аралықта жатыр деп ықшамдай саламын былай. 5-ке көбейтіп жіберемін, сонда -5 пен +5-дің аралығы деген мынандай жауап шығады. Түсінікті ме әріптестер? Бұл бізде анықтама бойынша прям шығарылу жолы. Яғни емтиханда, БЖБ-да, ТЖБ-да, бақылауларда біз осылай шығарып жазуымыз керек. Ал енді тестте не істеуге болады? Тестте қалай оңай таба салуға болады? Егер сіздерге осындай функция келді ма, сіздер просто жаңағы сыны тауып алыңыздар. А квадрат плюс Б квадрат 5-ті тауып алыңыздар. Болды, -5 пен +5-дің аралық кете беріңіздер сөйтіп. Мысалы, міне мынандай болды. Не істеймін? Сыны тауып аламын. 1 + 1 тең түбір астында 2. Болды, минус түбір астында 2 мен плюс түбір астында 2-ның аралығы. Есептеп отырмаймын. Себебі ол по-любому сол жерге алып келеді. Мынау жолдың барлығын қайтадан жүреміз. Келеміз де мынау жерге келеміз. Сондықтан просто мынау жолды түсініп алыңыздар. Қосымша бұрыш енгізу деген әдіс бұл нақты әдіс. 10-шы сыныпта өткізіледі. Бұл теңдеу шешуде де, теңсіздік шешуде де қолданылады. Сол арқылы осы жерге келесіздер болды. Жалпы тестте отырсаңыздар, квал тестте, ұбт-да отырсаңыздар, просто коэффициентті алыңыз да, квадраттап бір-біріне қосыңыз, түбірден шығарыңыз да, болды. Минус пен плюс сол екеуінің арасында жатыр. Мысалы, мынандай делік. Қандай? В общем, түсініңіздер ғой, мысалды жаза бергеннен пайда жоқ. Просто екеуін коэффициенттерін квадраттап қосасыздар да, минус пен плюс деп екеуінің арасында қоя саласыздар. Болды. Бұл жерде басқа проблема жоқ. Бірақ жолын жаттап алыңыздар, жолын қарап түсініп алыңыздар. Оны бақылауларда барлық нелерде көрсетеміз. Кеттік ал. Мынау жерде мен бірінші мынадан бастайыншы. Көрсеткіштік функцияларға келдік қой. Жалпы көрсеткіштік функция деп тұрғанымыз не өзі? А-ның x дәрежесі. Бұндай көрсеткіштік функциялардың барлығының негізінде мәндерінің жиыны жатыр 0-ден плюс шексіздікке дейін. Неге? Себебі оның графигі қандай? Өспелі және кеммелі екендігіне байланысты мынау жерде 1-ден өтеді. Немесе осылай, өспелі, яғни А10 болған жағдайда, немесе былай, кеммелі. А теріс болған жағдайда. Болды, осындай болады. Мынау 2-ның x-3 дәрежесі, ол x-қа қандай кетеді кете берсін. x-3, x плюс 5, бірдеңе кете берсін. Ол бізге маңызы жоқ. Бізде мынау 0-дан плюс шексіздікке дейін. Біз бұны жаңағыдай 0 деп қарай берсек болады. 0-ды көріп алдық па? 0-ға 5-ті қоямын. 5. Ендеше менің y-ім жатыр 5-тен плюс шексіздікке дейін. Болды. Негізінде графикке салатын болсақ, ол 5 бірлікке жоғары қарай жылжиды. Сонда 5-тен плюс шексіздікке дейін деп сызуымыз керек. График бойынша. Біз қарап отырмыз. Қазір көрсеткіштік функция тұрма. Полный орнына аламыз да 0 қойып жүреміз. 0 плюс 5, 5 па? Болды, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Ал енді мынау жерге келейік. Бұл жерде тригонометрия бар, дәрежеде. Жаңағыдай +1 мен -1-ді қойып жүрсек болады. Бірінші сол жолменен шығарасақ. Себебі мынау косинус бізде -1 мен +1-дің арасында жатыр ғой. 10-ның 1 азайтылған 1 дәрежесі, 10-ның 1 азайтылған -1, яғни 1 плюс 1 дәрежесі. Мынау менде 1-ге тең, мынау менде 100-ге тең. Ендеше 1-ден 100-ге дейін. Осылай 1-ден шығара салуға болады. Тригонометрия жүрген жерде косинус синус 20, жалғыз өз 20, болды, орнына қоя беріңіз. -1 мен +1-ді ағып кеңізді қоя беріңіз орнына. Болады олай. Енді негізінде мынандай функцияларды біз қалай шығаруымыз керек? Ереже бойынша. Екі жағын бірдей логарифм дейміз. Қалай? Негізін қайдан білеміз? Негізін мында тұрған негізге қарап білеміз. Мында негізде қандай тұр? 10 тұрма? 10-дық логарифм дейміз. Екі жағын бірдей. 10-дық логарифм бізде LG ғой. LG y тең LG 10-ның 1 минус косинус x дәрежесі. Мынау жерде дәреже не істейді? Логарифм қасиеті бойынша алып, ненің алдына ф-ға түсе салады. Коэффициент ретінде. Сонда логарифм y тең 1 минус косинус x
L-гі 10 деп негіз жазуым керек, бірақ логарифм 10, ол менде 1-ге тең ба мынау? Дұрыс қой, иә? 10-ның 1 дәрежесі 10-ға тең. Ендеше мен бұны жазбай ақ қойсам да болады. Все, сонымен шықты мына. Енді не істеймін? Тригонометрияны бір жақта қалдырамын, қалған бәрін бір жаққа алып келемін. Косинус x тең 1 минус логарифм y. Косинус x менің -1 мен +1 аралығында жатыр. Ендеше мен 1 минус логарифм y-те сол аралықта жатыр. -1 минус логарифм y 1-ге дейін. Болды. Екі жаққа бірінші мынау 1-ден құтыламын. -2 минус логарифм y, мынау кетсе 0. Минусқа бөліп жіберемін. Ондай жағдайда менде теңсіздік таңбасы өзгереді. 2 логарифм y үлкен 0-ден. Енді не істейміз? Енді мынау логарифм 10 болғандықтан теңсіздік таңбасы өзгермейді. Екі жаққа логарифмді, яғни дәрежелеп жібереміз. Мынау менде 10-ның 2 дәрежесі болады, y қалады, мынау 10-ның 0 дәрежесі болады. Сонда мынау 100, y, мынау 1. Болды, шықты ма әріптестер? 1-ден 100-ге дейін. Бастапқы жауап шықты. Мынау бізде берілгені ереже бойынша кәдімгідей. Мынау бізде ереже бойынша. А мынаны тестте қолдансаңыздар болады. Просто косинустың орнына апарасыздар, -1 +1-ді пук қоясыздар да текті есептеп шығарып пук деп жауапты көрсетіп. Бірінші тәсіл оңай екен. Иә, ол енді жаңағы айтып жатырмын ғой, тестте, квал-тестте, ұбт-да оқушыларға үйретуге ол өте жеңіл әдіс. Бересіздер, оқушылар да оңай қабылдайды, оңай қояды да кете береді. Мәндер жиыны дегенді негізі оқушылар көп жағдайда андай бір қиын қылып түсінеді ғой, себебі ол мектеп бағдарламасында қатты бір андай күшті болып түсіндірілмейді да, көрсетілмейді. Сондықтан оқушылар мәндер жиыны деген затты көрген кезде олар былай істейді міне. Ох, мәндер жиыны, мен бұны қалай табуды білмеймін. Мәндер жиын табудың әдістері жоқ, әдістері ешқашан кітапта да айтылмаған, мұғалім де түсіндірмеген, көрсетілмеген вообще әдістерін мен білмеймін. Бұл мәндер жиын мен таба алмаймын дейді да. Ол есепті жауып кете береді. Миын да қозғамайды ол жерге оқушылар. ұбт-дашы тура солай жасайды. Егер сіздер осылай ашып, міне былай деп көрсетіп жүрсеңіздер, все, ол оқушы да ертең қиналмайтын болады. Любой жерде келді ма, мынаны былай істей салам деп кете береді. Кеттік. Сұрақ жоқ болса, келесі есепке. Енді мынау логарифм. Логарифм 1 минус x. Енді әріптестер қараңыздаршы, логарифмдік функциялардың графигі қандай еді? Логарифм x, яғни логарифмасындағы функция всегда бізде оң болу керек деген не бар, дұрыс па? Ал негізінде логарифмнің өзінің графигі былай кетеді, өспелісі, немесе былай кетеді. Кемімелісі мына жерден келеді де былай кетеді. Ендеше қарап тұрғандарыңыздай, бұл функцияның мәндерінің жиыны y-тің өн бойында барлық жерде табылады міне. Яғни y-тің бойында барлық жерде график бар. Ендеше логарифмдік функциялардың мәндерінің жиыны мен шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады екен, әріптестер. Егер енді ананың ішіне басқаша функциялар кіріп кетіп жатпаса, кіріп кетіп жатса, уже сіздер туынды табу әдісі бар, кер функция табу әдісі бар, уже қолдануды білесіздер. Соларды қойып жүрсеңіздер болады. Енді біздің жағдайымызда графигі -1, так, 1 минус x болып тұр ма? Минус x біздің жағдайымызда мына функцияның графигі шамасы былай қарай келсе керек. Мынау 0-ден өтеді, себебі мынау 1 жатыр ғой. 1 жатқандықтан ол 0-ден өтеді. 1 неге x бойынша жылжиды, мынау жерде. Сонда да бұның мәндерінің жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Бұны шығармайсыздар да. Логарифм осында функция келсе, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп қойып кете бересіздер, әріптестер. Қалай, түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Естілмей қалма тағы да. Рахмет дейді. Иә, бүгінгі сабақ қалай болды сіздерге? 51 адам тапжылмай отырып тыңдады ғой мені. Жаңадан қосылған әріптестер бар ма? Пікірлеріңізді жазыңыздаршы. Мощный дейді. Айнұр апай, рахмет. Керемет дейді. Я, пікірлеріңізді кішкене жазыңыздар, маған бір кері байланысты беріңіздер дейін. Бүгін сабаққа әріптесі арқылы келіп, жаңадан қосылып, жаңадан танып жатқан әріптестер бар ма? Мені бүгін бірінші рет көрген әріптестер бар ма?
күшті түсіндіресіз. Лайфхактар ұнады. Лайфхактар өзіме де ұнайды. Мәндер жиыны дегенде көп жағдайда андай бір замудренный бір қиын қылып көреді ғой адамдар. Бірақ мен соны всегда жеңіл тілмен оңай көрсеткім келеді мұғалімдерге де, оқушыларға да, чтобы ол кісілер не жасамасын. Рахмет, рахмет. Осындай тақырыптық сабақтар жалғасын тапсын ба? Яғни тағы да қандай тақырыптарға келесіде сабақ өткеніміз скриндап алсақ. Я, все, қазір мен скриндатамын. Я, әрине, бірге сабаққа, бірге есеп шығарғанымыз күшті. Ол комбинаторика. Басынан есеп көрсетсеңіз записке дейін. Геометрия есептерін. Я, сіздер кішкене жаза беріңіздер. Функцияны зерттеу тамаша тақырып, өте жақсы дейді. Көп рахмет дейді. Мен қазір бірінші есептен бастап скрин жасайын. Бірінші есептен бастап ашайын. Барлығын қажет дегендерін скрин жасап алыңыздар. Сосын мынау сабақтың записі керек па? Комбинаторика, канондық теңдеу, комбинаторика екеу кетті. Значит, келесіде комбинаторика көреміз ғой деймін. Интегралдың күрделі есептері. Алтынай Албек, осы Алтынай апай, сіз мен группалас емессіз ба дейін да? Я, керек, запись керек дейді. Я, запись керек, әріптестер. Мынау документті де мен қазір сақтаймын. Документке прям жазылған. Я, дейді, бәсе мен Алтынай танып отырмын. Запись керек деген әріптестер, бәріңізге запись беремін. Мен қазір Google форма берем, соны толтырыңыздаршы. Мен сол Google формада номерларыңызға записті жіберткіздіртем, жарай ма? Ал онда скриндауға дайын отырыңыздар. Сіздер пока мен скринді ашамын дегенше, қажет тақырыптарыңызды жаза беріңіздер. Мен ең көп тақырып қандай сұралады, мен сол тақырыпты келесі сабаққа алып шығамын бұйырса. Жақсы ма әріптестер? Сол үшін барынша көбірек жазыңыздар. Маған мынау тақырып қиын, маған мынау тақырыпты ашсақ, мынау тақырыптың осындай жеңіл жолдарын көрсек деген сияқты. Мен ақырындап ашып отырып, әңгіме айтып отыра берем. Сіздермен бірге жаңағыдай скрин жасап отырып, тыңдап, және қажет дүниелеріңізді жаза берсеңіздер болады. Функцияны зерттеу, ықтималдықтар теориясы дейді. Скрин жасай беріңіздер. Мынау үшінші есеп болған. Мен басында жеңіл. Бүгінгіге ойланып, осы барлығына қиындық туындатады ау деген бірді көрсетіңізші дейді. Бір дегенде мен есеп алған жоқпын, мен бұл жерге просто жаңағы қарапайым функцияларды көрсетіп кетуді жөн көрдім. Так, функцияны зерттеу, тригонометриялық теңсіздік дейді, геометрия, бөліктеп интегралдау, комбинаторика дейді. Мынау төртінші есеп, кері тригонометриялық функциялар дейді. Байқап тұрсаңыздар, көпшілігі жоғары сыныптың тақырыптары, әріптестер. Мынау жаз жатырсыздар ғой, комбинаторика, интеграл, тригонометрия, кері тригонометрия. Мынаның барлығы 10-шы, 11-шы сыныптың тақырыптары ғой, көбірек бәрімізге андай қиындық туындататын, көбірек жаңағыдай не дейді, проблема алып келетін есептер ғой, тақырыптар ғой, көп жағдайда. Жазықтықпен түзудің теңдеулеріне. Мынау күшті. Осыны Гүлден апай 11-шы сыныптағысын алған дұрыс шығар, жазықтықпен түзудің теңдеулері, қиылысу жағдайлары, параллель, қиылысып жатыр, бір түзудің бойында, бір нүктенің бойында деген, ана 3 нүкте арқылы жазықтық жазу деген сияқты. Сол ғой, сұрап тұрғанымыз, Гүлден апай? Соны алған қызығырақ болады. Ол жерде матрицалық әдіс бар, күшті, керемет андай бір жақсы әдістер бар, көрсетуге болатын. Так, мынау 7-ші есеп, мен біртіндеп көрсетіп жатырмын, әріптестер. Скриндап алыңыздар. Қазір мен Google форма беремін, соны толтырсаңыздар, бағыттаушы нормаль вектор. Сол бағыттаушы нормаль векторлар соның ішіне кіріп кетеді ғой уже. Негізі бар ғой, былай қарап тұрған кезде 10-шы сыныпта проблема басталады. 10-шы сыныптың алгебрасында, геометриясында күрделі тақырыптарды прям алып келеді, бір сыныпқа бетіп тығады ғой. Алгебрада кетеді, ана функцияны зерттеуден бастайды, әріптестер, сондай ма? 10-шы сыныпта кім береді 10-шы сыныпқа? Функцияны зерттеуден бастайды, ары қарай тригонометриялық теңдеу, теңсіздік, комбинаторика, туынды, шек, үзіліссіздік, шектау, соның бәрі 10-шы сыныпта алгебрадан. Ол не то, что мұғалім, ол бала, дұрыс, мін сағат жетпейді, Бейбіткүл апай, келсем мен. 11 қиын емес, 10-да басталады осы. 10-шы сыныпта осы құтады бірінші. Себебі 10-шы сыныптың алгебрасына мынандай үлкен өзі ол ауқымды. Ол өте ауқымды тақырыптардан негізінде. Сонда үлкен ауқымды тақырыптарды бір сыныпқа келіп жинайды да, и плюс
не то что алгебра, геометрияда да кеңістік басталып жатады ғой мына жақта. Өз жазықтықты түсінбей жүрген бала, мына жазықтықтың өзінде төртбұрыш пен үшбұрыш не болып жатқанын білмей жүрген бала келеді да уже кеңістікке шығып кетеді, былай жазық ана бос неге бүйтіп шығып кетеді. Иә, горнер схемалар, жаңағы үлкен дәрежелі теңдеулер, соның барлығында сол кетеді ғой уже. Ана геометриядан уже кеңістікке шығып кеткенде ол уже түсінбей қалады бала. Сонымен көп бала 10-шы сыныпта уже біраз нәрсеге мына жерде бүйтіп x қойып тастайды, блок қойып тастайды. Мына жерге алады да мен түсінбеймін. Алгебраны да түсінбеймін, геометрияны да түсінбеймін. Ол уже біраз нәрсе түсінбегесін. Әріптестер өздеріңізде де сондай ғой, иә? Мысалы, бүйтіп түсініп келе жатасың да, бір жерде уже кетті ма, күрделеніп, миың ашып кетті ма, түсінбей қалдың ба, уже ары қарай желание кетеді ғой. Тура солай оқушылардың да желаниясы кетеді. Сіздер түсіндіріп жатқан кезде өздеріңізді оқушының орнына қойып көрсеңіздер, оларда да тура сондай чувство болады. Прям түсініп 9-шы сыныптан 10-шы сыныпқа көшкен кезде олар көздері ашық түрде түсініп келеді, 10-шы сыныпқа келген кезде уже біраз жерге келеді, барынша келеді да уже буксовать ете бастайды. Сосын ана жақсы оқитын оқушылардың өзі былай мына жерге крест қоя бастайды ақырындап. Сосын 11-ші сынып негізі оңай, бірақ 10-шы сыныпта блок қойып тастағаннан кейін бітті ғой уже 11-ші сыныпта. Сосын тестке дайындалу керек деген басталады. Сөйтеді. Сондай. Негізі енді жеңіл жолдармен барынша оқушыға да сондай былай деген сияқты андай оңай жолдармен көрсетсеңіздер, может, оларда да андай буксовать ету аз болатын бет деп ойлаймын да. Ол үшін андай мұғалім жеңіл жолмен түсіндіре алу үшін оқушыға өзі ол тақырыпты 100% біліп тұру керек. Егер сіз сол тақырыпты 100% біліп тұрсаңыз, оны, бұны оңай былай істей салсаңдар болады деп жеңіл жолын тауып көрсете аласыз оқушыға. Егер мұғалім өзі сол жерде қиналып тұрса, ол оқушында миын ашып жүреді. Байқайсыздар ма әріптестер, сіз қиналған тақырыптан оқушы да қиналады. Я мен міне барлық нені сабақтың барлығын сіздерге ашып, тақырыптың барлығын ашып көрсеттім. Барлығын не жасадым. Енді әріптестер, мынау айтып жатқан тақырыптарыңыздың барлығы негізі мен мұғалімдерге мынандай не айтқым келеді. Бізде максимумды білетін әріптестер бар ма? Біздің максимумның келесі эфир қашан? Келесі эфир бұйырса келесі аптада болады. Хабарлаймыз. Сіздерге хабарлады ғой, иә? Осы мұғалімдердің проблемасын қазір мысалы сіздер айтып жатырсыздар ғой, осындай. Мынау тақырыптың барлығы жоғары сынып. Осы мұғалімдердің проблемасы қайдан пайда болды? Ол мұғалімнің проблемасы оқушы кезден пайда болды. Сіз де кезінде оқушы кезіңізде сіздің мұғаліміңіз сізге дұрыс толық ашып жеңіл тілмен көрсетпегеннен кейін сіз университетке бардыңыз, математиканы таңдадыңыз. Университетке барған кезде сізге ешкім бұлай ашып көрсетпейді, мектеп бағдарламасын түсіндірмейді университетте әріптестер. Дұрыс па? Сізде бәріңіз математиканы оқыдыңыздар ғой университетте. Бірақ универде бүйтіп ашып мектеп бағдарламасын көрсетпейді. Сөйтеді, 4 жылды бітіреміз. 4 жылдан кейін кеттік ары қарай, мектепке кірдік, мұғалім болып сабаққа келдік, қайтадан жаңағы проблемаменен бетпе-бет келдік. Ол уже оқушы кезінен келген сайтта мәндер жиын туралы. Конечно, Бейбіткүл апай, сіз бізде курста барсыз ба? Бейбіткүл апай, мен сізге қазір ашып көрсетейін. Міне мәндер жиынын табу деген бөлек. Мынау жерде бізде міне функция деген папка бар. Болды, Бейбіткүл апай, қараңыз міне. Функция деген папка бар. Мынау жердегі негізі бар ғой. Көпшілік осыны бағаламайды, бірақ осы мынау тақырыппенен кетті ғой, міне тарау, теңдеу, теңсіздік, прогрессия, көрсеткіштік, міне логарифм кетті, міне тригонометрия, функция. Осы бөлім бойынша арналған сабақтар жинақталған, әрі бұл жерде өте құнды сабақтар жатыр. Міне функция мәндер жиыны деген, бұны ең алғашқы біздің мынау курс ашылған кездегі сүрген сабақтарымыз. Мынау Құдайберген ағай тамаша түсіндіріп шыққан мына жерде. Мынау жерде біреу бар. Бұл функция мәндер жиынының мынау жерде түсіндіреді, тақырып қылып теорияны, тапсырмалары мұнда тұр, жүктеп аласыздар, тапсырма шешу мұнда тұр, толық түсіндірген. Функцияны жалпы жаңа айтып жатырсыздар ғой, мен қиналамын, графигінен, зерттеуден, мынау жерде басынан бастап түгел бір қарап шықсаңыздар, функцияның жұп тақтығы зерттеу түгел толық ашылған, қиналмайсыздар. Сосын функцияның мәндер жиынына бізде қай жерде сабақтар бар? Міне мен қазір көрсетіп жүрейін. Функцияның мәндер жиынына бізде міне үздік табысты мұғалімнің ішінде бар. Қай жерде бар?
міне мынау жерде функцияны анықталу мәндер облысының записін қарайсыздар, тесттері тұр, тест талдаулары тұр. Осыдан қарап алсаңыздар болады. Озат ұстазының ішінде ұбт-ға қажетті лайфхактар бар мынау жерде де. Функция, міне функцияның аралықта экстремумдары, міне функцияның өзгеру облысы, міне теориясы. Функцияның мәндерінің жиыны біріншісі, екіншісі, мынау жерден қарай берсеңіздер болады. Негізі мынау сайтта бізде барлық тақырып толық қамтылған. Мұғалімдердің сол проблемасын түгел шешу үшін бірінші міне сынып бағдарламасынан бастадық қой, 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Мысалы, сіз мектепте сабақ бересіз, ертеңгі күнге сізге проблема болады ма? Мынау тақырып комбинаторика жазып жатырсыздар ғой, жаңа мысалы интеграл қиын, тригонометрия қиын ба? Сіздерде міне сол тақырып кітап бойынша түсірілген. Мысалы, 10-ші сыныптың алгебрасына міне тұр. Кітапта қандай тақырыптар тұр? Міне функцияның графигін түрлендіру, қасиеттері, бөлшексіздікті функция, күрделі функция, міне кері тригонометрия функция жаңа жазып жатырсыздар. Соның бәрі мұнда сайтта тұр. Кім бізде сайтта бар, ашыңыздар да, міне, ертең сізде мына бәрін бір уақытта қарап біту мүмкін емес. Бірақ ертең сізге осындай сабақ болайын деп жатыр ма? Сол тақырыпты ашып алыңыз да, қарап алыңыз да, потом сіз бара беріңіз сабаққа. Пожалуйста, сіз спокойно түсіндіресіз. Еще бұл жерде жеңіл, әдемі тілменен түсіндірілген. Бір түсініп алсаңыз, сізге келесіде ол қиындық туындатпайды. Сізге жаңағыдай бөлім бойынша керек па? Міне бөліммен тұр. Комбинаториканы мынау жерде мен айта алмаймын, енді Иманғали ағай прям четко түсіндірген кезде былай бөлген ғой. Сізге мынандай деп сөз тұр ма? Онда мына формула. Егер мынандай сөз тұр ма? Онда мына формула. Сіз миыңызды қозғалтпайсыз, уже сөзге қарайсыз да, комбинаторикада ең қиыны сол ғой, сөзге қарайсыз да, есепті шығара бересіз. Мұғалімдерде тағы қандай проблема бар? Бізде негіз максимум уже 5-6 жыл ғой биыл жұмыс жасап жатқалы. Барынша мұғалімдердің барлық проблемаларын шешуге тырысты. Ол мектеп бағдарламасының күнделікті сабағынан бөлек олимпиада бар бізде. Мұғалімдер олимпиадаға оқушыны дайындауда қиналады. Одан бөлек өзі де дайындалу керек. Неден бастаймын, қалай дайындаймын, қандай материалмен дайындаймын. Мысалы, ертең аудандық олимпиада болады, немесе ауыл олимпиадасы, алтын түлек олимпиадасы, сол сияқты неше түрлі олимпиада болады. Мен ол материалын қайдан аламын? Міне сіздерге мында дайын тұр. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін толық олимпиадаға дайындау жүйесі тұр бұл жерде. Мысалы, міне 11-ші сыныпта ашып көрсетейін. Бір жылда бізде 34 апта бар болса, бұл жерде сіздерге бір аптаға бір тақырып бойынша міне тамаша қойылған 34 тақырып тұр. Сонда сіздер бір аптада бір тақырыппен жұмыс жасайсыздар, оқушымен бірге. Тоже бұның барлығы теория, тапсырма талдауы түрінде жүргізілген. Одан бөлек сіздерге олимпиада талдаулары да дайын тұр мұнда. Ашасыздар, қандай олимпиада келе жатыр? Айталық, аудандық олимпиада келе жатыр. Міне қай сыныпқа келе жатыр? 10-ші сынып, 11-ші сынып, алдыңғы жылдардағы материалдың барлығы дайын тұр. Сіз материал іздемейсіз, сіз дайындық сабақ іздемейсіз, жүйе іздемейсіз, сізде бәрі дайын тұр. Просто аласыз, тупо осыменен бірге, оқушымен бірге дайындала бересіз. Әрі өзіңіз дайынсыз, әрі оқушыңыз дайын. Сіз сонда ойлаңызшы, мін бір рет мынау максимумнан андай толық мынан бір алып алсаңыз, сіз күнде сабаққа сенімді кіресіз. Сіз ойлаңыз өзіңіз, сіз күнде сабаққа сенімді кіресіз. Оқушыларға әдемі әдістерді көрсеткен кезде, шын айтайын ба, андай бір күшті ощущение болады өзіңде. Бір оқушыларға жеңіл, оңай жолмен көрсеткенде олардың қызығушылығы артады. Көздері жанып тұрады, сізге қарайды да, вау, иә дейді да, сіз ана бұрында оқығысы келмейтін оқушыңыз сіздің алдыңызда оқып кетеді. Еще сіз сенімдісіз, сізді оқушыларыңыз мақтап атады ана жақта, ой, осы мұғалім маған сабақ берсе екен, біз осы мұғалімге барсақ екен деген сияқты. Сондай күшті болады. Одан кейін сіз олимпиадаға барасыз, олимпиададан жеңіп келесіз, оқушыларыңыз жеңіп келіп жатыр, абыройыңыз ұжымның алдында көтерілді ма? Күшті көтерілді. Міне, ары қарай сіз квалтестке бардыңыз, бізде квалтестке де дайындық, дайын күшті курстар бар ғой. Квалтестке де бардыңыз, күшті, спокойно балды жинап келдіңіз, категорияңызды көтерілдіңіз, довольно ақшаң көтерілді. Ақша көп жерде өзі адамдар довольно ғой. ұбт-ға дайындауға да бізде сондай жақсы курстар бар. Енді бізде мында отырған әріптестердің арасында біздің VIP курсты алмаған, VIP курсты білмейтін әріптестер бар ма? Жазыңыздаршы. Мен VIP курсыңыздың білмеймін, максимумда сондай курс бар екендігін. Мен VIP курсты көрген жоқпын.
білгім келеді, что за курс, не курс деген сияқты VIP курс жайында білетіндер бар ма? Біздің максимум өзі 6 жыл болды ғой жұмыс жасап жатқанына. Негізгі өнімі максимумның ол мына VIP несі? VIP курсы. Ол жерге мектеп бағдарламасы кіреді, озат ұстаз ұбт кіреді, олимпиада кіреді, экспресс сынақ тесттер дегенді сіздер былай түсінесіздер. Экспресс сынақ тесттер, ол мен қазір ашып көрсете салайыншы. Каждый год болып жатқан нелерді, сынақ тесттерді біз салып отырамыз сайтқа. Кешегі ақпанның сынақ тесттері бізде дайын тұр. Ертең сәуірге баратын әріптестер соны тапсыру арқылы дайындала берсеңіздер болады, как слив ретінде жаттай бересіздер. Анау куиз жаттап атасыздар ғой, сол сияқты. Сосын сіздерде арнайы жабық чат болады, и аттестация кезінде сіздер экспресс курсқа кіре аласыздар. VIP-тағы мұғалімдердің барлығы бізде экспресс осындай зуммен болатын дайындық сабақтарына кіре алады. Одан бөлек мынау жерде барлық сынақ тесттер тек қана аттестация емес, ол бізде олимпиададан да сынақ тест бар, ұбт бойынша да сынақ тесттер бар. Осындай VIP курсқа және тек өзіңіз емес оқушыңызға да доступ ашу мүмкіндігі бар. Қажет деген мұғалімдер бар ма? Осы VIP курстарыңызды мен алайыншы, көрейінші, қандай екен, білімімді көтергім келеді, өз деңгейімді көтергім келеді, маған осындай бір жақсы математикадан жақсы білім қажет деген мұғалімдер бар ма мұнда? Жазыңыздаршы әріптестер. Мін жақсы сұрақ. VIP курс қанша? Қазір қанша екендігін көрсетемін. Айтамын. VIP курстың бізде мынандай түрлері бар. Оны 3 жылға алуға болады, 5 жылға алуға болады, және шексіз уақытқа алуға болады. Мен сразу шексізге ал деп айтатын едім. Неге? Себебі ол 3 жыл, 5 жыл деген сөз жабылып қалады. 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін жабылып қалады. Жабылып қалды деген сөз, мысалы, сіз декретке шығып қайтып келген кезінде сізде уже курс болмай қалуы мүмкін. Лучше шексізге бір рет алыңыз, сөйтіңіз да, сосын шексіз уақыт спокойно қолдана беріңіз. Ішіндегі обновление шексіз сізде тұра береді. Дайын. Шексіз деген сөз сізге, мысалы, категорияңызды көтеру керек па, экспресске қатысу керек па, яғни осындай зуммен бізде экспресс деген сабақтар болады тесттің алдында. Сіз спокойно, бесплатно кіріп кетесіз. 2 жыл декретте отырдыңыз ба, 2 жылдан кейін келдіңіз, каждый сабаққа қиналып жатыр, себебі декреттен кейінгі келген мұғалімдер, мен түсінемін, мен де өзім декреттен келген кезінде біраз тупить еткенмін. Биыл да тупить еттім дейін да. Тупить еткен кезде ашасыз, қарайсыз, көріп аласыз, есіңізге түсіресіз. Ол білмеу деген сөз емес қой, 2 жыл ми демалып қалады, оны қайтадан кішкене қозғау керек. Бір қарап жүрсеңіз, сіздің есіңізге түседі. Біреуден барып сұрауға ұяласыз, біреуден барып бірдеңені айтсаңыз, ой, мынау соны да білмей ма деген сияқты. Я, мына апайларымыз бар ғой біздің шексіз VIP-та. Шексіз VIP дегенді мен негізі сразу ұсынамын. Енді бұл жерде мына 3 жыл, 5 жыл шексіз дегеннің айырмашылығы тек сол жерде, және оқушыда. 3 жылдықта 3 қана оқушы қоса аласыз, 5 жылдықта 5 қана оқушы, 10 жылдықта 10 қана оқушы. Бірақ енді осы оқушы деген жерге көп мұғалімдер андай жай қарайды. Не керегі бар оны оқушыны қосу деген сияқты. Бірақ мен айтатын едім, наоборот, ол бізде күшті. Неге? Бізде кейбір мұғалімдер бар, былай қолданады. Өзінің туған баласына дайындау үшін өзінің уақытысы жоқ қой. Өзінің уақытысы жоқ болғандықтан, ол алады да өзінің туған баласына дайындау керек кезінде бізге звондайды. Менің мынау балама мына осындай курсты ашып беріңіз дейді, 1 жылға. Ашып береміз 1 жылға. Келесі жылы тура сол баласын алады да тағы да аштыртады. Одан кейінгі жыл ол міндетті емес, 5 оқушыңызды бірден алып кеп аштырту. Сіз бөліп 5 жыл бойына аштыртып алсаңыз да болады. 10 оқушыны 10 жыл бойына аштыртып алсаңыз да болады. Немесе өзіңіздің, запись болады. Қазір мен Google формат жіберемін, сол записьті толтырып жіберсеңіздер. Енді бағаны қараңыздар. Баға, конечно, қымбат сияқты көрініп тұр. 240 мың, 300 мың, 500 мың. Енді қымбат деп отырған әріптестеріңіз бар шығар. Мынау не деген бетмен кеткен бағалар деп. Мынау не деген страшный бағалар. Бұл қайдан алған, ана аспанға қарап отырып баған қоя салған сияқты. Бірақ сіздер бағаның артындағы еңбекті ескеріңіздер. Сіздер бағаға мынау жай ғана сайтта тұрған просто сабаққа төлеп атқан жоқсыздар. Сайттың ішінде 18 тренердің мынау жақта неше жылдық еңбегіне төлеп атырсыздар. Мысалы, мен сіздерге бүгін жай ғана 1 сағаттық, оқушы тегін оқиды әріптесім, 1 сағаттық сабақты көрсеттім, қарап тұрсаңыздар, өте жеңіл, қаншама информация алдыңыздар. Бірақ мен осы 1 сағаттық сабаққа айтайын ба? Баяғыда мектеп кезінен бастап
Мен бірден бұны білген жоқпын. Мектеп кезінен бастап, мысалы, уже 10 жыл, 10 жылдан аса уақыт кетті. Каждый год неше түрлі есептерді шығара беріп, соның барлығынан жиналған тәжірибені, жиналған білімді мен сіздерге бір-ақ сағаттың ішінде қазір ашып бердім. Ол как будто оңай сияқты, тура сол сияқты. Сайттағы сіздер каждый тренердің 10 жылдық кем дегенде білімін аласыздар ол жерде. Сондықтан ол жерде баға оңай емес. Мектеп бағдарламасы барлық сынып, олимпиада барлық сынып, клубқа мүшесіз, экспресс курсқа каждый год қатыса аласыз. ұбт дайын жүйе тұрады, математикалық сауаттылық бар, оқушыларыңызды бесплатно қосып атсыз. Кейбір мұғалімдер бар, өзінің оқушысы биыл ұбт-ға тапсырайын деп жатыр. Сіз ұбт-ға балаңызға барып курс алыңызшы, қаншаға алады екенсіз? 70-80 мыңға аласыз, дұрыс па? Одан да қымбат болмаса, мен арзанын айтып жатырмын, кажется. Одан да қымбат қаласыз. А сіз мынау жерде екеуіңізге бір курс алсаңыз болады математикадан. Бірақ енді әріптестер қараңыздар, жақсы, сіз категорияңызды жай ғана бір рет көтеріп алыңызшы, модераторға немесе жаңа сарапшыға деген сияқты. Сіз ол сарапшыны 5 жыл бойына зарплата аласыз ба? Ақтап тастады ғой мынау сізді зарплатаңызды. Бірақ осы мына ораза айында, 30 күн ораза айында бізде жақсы мынандай мүмкіндік ашылды, әлі жүріп жатыр. 30-30-30 деген бағдарлама ашылды. Яғни 30 мұғалімге осы 30 күн ішінде 30% жеңілдік. 168 мыңға, 210 мыңға, 350 мыңға алуға болады, әріптестер. Мынау енді шексіз вариант, шексіз курсты алуға идеальный вариант. Неге? Себебі сіз қазір 350 мың бір рет төлейсіз, пожалуйста, навсегда алыңыз. Ертең ораза біткеннен кейін мына программа бітеді. Бұл программа біткеннен кейін баға 500 мың болады. Ол кезде сіз опять қиналасыз. Ой, шексізді бір рет алып алуым керек. Қазір 30% скидка болып тұрған кезде 350 мыңға шексіз випті ойланбай көзді жұмыңызды аласаңыз. Себебі білім сізді ешқашан жерде қалдырмайды. Білім сіздің абыройыңызды всегда биікке көтереді. Білім ешқашан далада қалмайды, және жай ғана мен босқа далаға төлеппін ғой деген не болмайды. Ол білім сізде навсегда қалады. Біліміңіз сізді всегда биікке көтереді, всегда жоғары қарай сізді тарта береді. Так что бір рет 350-ді қиыңызда шексізге жазылып алыңыз. Қажет пе, әріптестер? Егер қажет деген әріптестер болса, мен қазір Google форманы берейін. Сіздер толтырыңыздар. Қаяқта еді? Сол Google форманың ішінде мына жерге толтырып өткен жерде қажет деген әріптестер міне жазып өтсеңіздер болады. Міне мен Google форманың ссылкасын жібердім. Мына Google форманы қазір толтырыңыздар. Осы Google форманы толтырған кезде мен жаңа мынау ненің записін беремін. Записті да осыған қарап жібере саламыз. И документті де жіберем. Мынау не тұр ғой, документ? Қайда мынау сабақтың барлығы жазылған, осы күйінде сақталады. Мынау есептің барлығы дәл осы күйінде сақталды, яғни сізде бір документ түрінде дайын тұратыннан барлығын сіз спокойно ұстана аласыз. Мына Google форманы толық толтырып өтіңіздер қазір. Сол Google форманы толтырғаннан кейін мен сіздерге сол арқылы номерларыңызды жазасыздар. Номерларыңыз арқылы мен сіздерге не беремін? Записті беремін и нені беремін ғой? Документті беремін. Сосын маған қажет VIP курс деген әріптестер тоже сол жерге жазып белгілеп өтсеңіздер болады. Сол арқылы қазір VIP курсқа жазылу жүріп жатыр. Айтпақшы, мына 17 орын қалды. 30 орыннан 17 ғана орын қалды, әріптестер. Кімге қажет? Ойланбай қазір сол 17 орынға кіріп алыңыз 30-30 бағдарламасымен. Зато ерте маған рахмет айтасыз. Мен баяғыда бір рет мынандай не болды, қызық болды. Бір әріптесім осылай зумға кірді, бетпе-бет екеуміз есеп шығардық, 30 есептей шығардық бірге. Сосын ол курсты көрді, қарады, ұнатты. Ол кезде 150 мың еді, шексіз курс 150 мың еді ол кезде. 150 мыңға мен сразу алам деді, ол ойланған жоқ, бірден. Мен жаз, давай шексіз курсқа мен аламын деді. Google форма толтырып атырық, әріптестер, толтырыңыздар. Сөйтті де, сразу сол жерде, еще бізде қазір 24 айға бөліп төлеу рассрочка бар, айтпақшы, мен соны айтпаппын ғой. 24 айға бөліп төлеу рассрочка бар. Бүгін, ертең кешке дейін. Ертең кештен кейін уже 24 айға бөлінбейді, ары қарай 12 айға бөлінеді. Ол кезде айына кішкене көп болып кетеді. Айына арзандырақ болу үшін бөліп аламын деген әріптестер болса, онда 24 айға бөліп төлеуді бүгін ертең қолданып қалыңыздар, 350 мыңға шексізді алып қалыңыздар, сразу айтайын дейін да. Себебі ары қарай ол 12 айға бөліп төлеу болады, сосын ораза біткеннен кейін ол уже баға 500 мың болады. Еще 12 айға бөлген кезде ол души қалтадан енді ұрғанда ұрады.
оңай емес қой. Сізге рассрочка шығатын болса, Каспий банк одобрение беретін болса, Народный банк пен Каспий банкпен бар. Одобрение беретін болса, сізге зеленый цветқа ойланбай албаңыз. Кімде рассрочка шығады, 24 айға бөліп төлемен спокойно албаңыз. Қазір сіз 14 мың бір бәле теңге түседі, мынау 350 мыңның өзі. 14 мың бір бәле теңгені ай сайын төлеп, оны сіз білінбей төлеп тастайсыз, ол байқамай да қаласыз. Зато сізде білім шексізге қалайын деп тұр. Сөйтіп, жаңағы әріптесім алды да 12 айға бөліп алды бірден 150 мыңға. Сөйтіп, қалай бөліп аламын деді, зумнан шыққан жоқ. Осы жерде зумда отырып, баларке, айтшы, қалай бөліп аламын? Мынаған кірем, мен негізі шексіз виптемін дейді ғой Гүлден апай, күшті. Енді Гүлден апай жазыңызшы шексіз випті. Сіз пайдаланып жатырсыз ба? Неше жыл болды алғаныңызға? Қалай? Қай сабақтарды қарап көрдіңіз шынымен? Сол жайында кішкене ақпарат беріңізші. Мында мысалы жаңадан келіп көріп алсам ба екен деп ойланып жатқан әріптестер болса, қарап сіздің живой отзыв болсын дейін да. Сөйтті де, анау әріптесім 150 мыңға бірден ала салды. Алып болды да, ойбай, мен не істеп қойдым деді. Сөйтіп, не істеп қойған жоқсыз, апай, сіз курс алдыңыз 150 мыңға, математикадан білім алдыңыз сіз. Жай ғана курс деген кезде адамдар қазір андай қылады, фу, курс, не деген бітпейтін курс, қазір аласың, одан нәтиже шықпайды, ана курсты аласың, мына курсты аласың, одан нәтиже шықпайды. Конечно, егер сіз нәтижелі, сондай сапалы, сондай жақсы білімі терең курс алсаңыз, онда нәтиже шығады. Егер сіз барынша арзан жерден, немесе барынша бір қалай болса солай, сондай бір курс алсаңыз, конечно, одан нәтиже шықпайды. Енді мен басқаларды еш не жасамаймын, біздікі артық деп айта алмаймын, бірақ біздікі артық. Біздікі номері 1. Неге? Себебі мен өте көп себеп көрсете аламын. Себебі бізде қарапайым мектеп бағдарламасының өзінің тренерларын алғаныма 5 ай болды. Оқушыларымды ұбт-ға дайындыққа тіркелді. Өзім де дайындалып жүрмін, бірақ әлі толық барлығын қарап үлгермедім. Тамаша дейді Гүлден апай. Тамаша. Оқушыларыңызға тіркелді ғой, иә, ашып берді ғой, самое главное, иә? Күшті қолдана бересіз ғой, сізде шексіз болса, значит, сіз әлі көп қолданасыз, шексіз қолданасыз дейін да. Енді қараңыздар, әріптестер. РФМШ-ның Алматыда республиканский физмат бар, областной физмат бар, Смағұлов деген мектеп бар бізде, осында қазір биыл болды ол мектеп. Городской физмат бар. Сол жердегі мұғалімдерді біз теріп, таңдап алып келіп, мектеп бағдарламасын, жаңағы озат ұстазды, ұбт-ны, квал-тестті барлығын біз сол арқылы не істегенбіз, әріптестер, жаңа не дейді, түсірткенбіз. Яғни мен тренерларыма 100% сенімдімін. Мен спокойно айта аламын, ол жерде менің де сабағым бар. Мен сабағымды жаңа сіздер көрдіңіздер ғой. Бұл курсты өзі 4 мұғалім ашқанбыз. Сол 4 мұғалімнің ішінде мен өзімді самый білімі кішкене төмен деп өзім солай санаймын. Себебі Иманғали ағай, Құдайберген ағайдың білімдерінің қасында мен айта алмаймын, мен крутой математикпін деп. Мен айта алмаймын. Ол кісілердің білімдерін енді айта алмаймын тереңдігін. Оларға түсіндірген кезде енді көзіңізге бүйтіп алып келіп қолыңызға ұстатып тұрып түсіндіреді ғой. Әсіресе Иманғали ағай мен Құдайберген ағайдың сабақтарын қарап көрсеңіздер. Менде баяғыда кішкентай кезімде мынандай бір ой болатын. Осы сондай өзім жай мектепте оқығанмын негізінде. Физмат, РФМШ, БИЛ, ол кезде бізден мектепте оқыған кезінде ол БИЛ деген КТЛ болатын, естеріңізде болса. Сондай мектептерде оқып жатқан оқушылардың қай жері артық екен деп ойлайтынмын. РФМШ-да оқитын оқушылар маған бір крутой болып көрінетін. Ол жердегі оқушылардың қай жері артық екен деп ойлайтынмын. Сосын өзім уже мектеп бітірдім, универге түстім, мехматты оқып бітіргенмін Казгуда. Сосын біз РФМШ-ға мұғалім болып неге бардық? Практикаға бардық. Практикаға барған кезде мен оқушылардың артық жерін көрдім. Олар, оказывается, артық екен шынымен. Неге? Себебі олардың мұғалімдері артық екен. Балалардың мынау қабілетін аша алатын мұғалімдердің білім артық екен. Шын, маған сол кішкентай кезінде арман болатын, сол РФМШ-ның, физмат мектептердің мұғалімдерінің білімі қандай екен? Олар қалай түсіндіреді оқушыларға? Ол оқушылар қалай біз бүйтіп салыстырсаң, бірге бір жерге сайысқа, олимпиадаға барып қаласың ғой, олар крутой болып отырады, байқағансыздар ма? Олар бір күшті, бір бәрі білетін адам ұқсап крутой болып отырады. Маған сол арман болатын.
олардың мұғалімдері қалай түсіндіреді. Ол балалар сондай крутой болып отыру үшін мұғалімдері қандай болады деген арман болатын шынымен. Мен көрдім қандай болатынын. Бардық, шын физмат мұғалімнің мектептеріндегі мұғалімдерінің білімінің тереңдігін айта алмаймын. Олар оқушыларға жаңағы математиканы жай ғана тақтамен мынандай демейді екен. Бүгін мынандай формула, осы формуланы түсініп алсаңдар болды демейді екен. Олар соның табиғатын ұстатады екен оқушыларға. Мысалы, жаңағы мәндер жиыны ма, оның табиғатын ұстатады. Функция ма, функцияның табиғатын ұстатады. Балалар прям ұстап, көзбен көргендей болады екен түсіндірген кезде. Ананы көргеннен кейін сіз өзіңіз де сондай неге кіріп кетесіз уже математикаға. Конечно, ондай түсіндіруден кейін балалар крутой болып шығады. Иә? Google форма толтырдық бар дейсіздер. Мен әңгіме айтып отырсам, 24 мұғалім әңгімені тыңдап отыр ғой. Мен әңгімем қызық па? Сөйттік те, ол жаңа физмат мектептердің мұғалімдерінің білімін көрдік. Енді сосын ойладым, неге бүкіл Қазақстанның мұғалімдерінің математик мұғалімдерге осындай білімді көрсетіп, сол білімді оқушыларға үйретпеске? Любой бала алып кете алады ғой, қабілеті бар, любой бала алып кете алады ғой. Сондай ой келді шынымен. Неге шынымен мұғалімдерге сол физматтарда күшті сабақ беретін, мықты дайындалған мұғалімдердің білімін көрсетпеске? И біз сол мұғалімдердің білімін сайтқа салып қойдық. Шын, біздегі тұрған сайттағы сабақтарды қарасаңыздар, сол мұғалімдердің білімі. Сіздер қараңыздар, көріңіздер, алыңыздар. Егер сізден артық жері болмаса, демек сіз өзіңізді жоғары бағалаңыз. Өз бағаңызды біліңіз. Егер сізден артық жері болса, онда үйреніп алыңыз. Көріп алыңыз, біліп алыңыз, түсініп алыңыз, үйреніп алыңыз да, өзіңізді сондай деңгейге бағалаңыз. Өзіңізді всегда жоғары бағалаңыз. Сондай кез келген ортада өзіңізді биік ұстайсыз. Өзіңізді биік ұстаған жерде сізге ешкім артық жұмыс айтпайды. Анау мектепте көп қой, артық жұмыстар деген. Артық жұмысты завучтар көп жағдайда андай удобный мұғалімдерге, сондай бір болады ғой, айтсаң айтқан істей беретін кішкене сондай сенімсіздеу мұғалімдер бірінші істейді. Барлығына бірдей тапсырады, бірақ сондай мұғалімдер бірінші істейді. Егер сіз өзіңізге сенімді болсаңыз, любой жерде өзіңіздің біліміңізді былай көтере алсаңыз, өз бағаңызды жоғары ұстай алсаңыз, сіз мынау менің тапсырмамда, міндетімде осы жұмыс, мен осыны істеймін. А мына менің міндетімде емес, мен істемеймін деп сіз айтуға полный праваңыз бар. Ол үшін шын өзіңіздің біліміңізді жоғары ұстаңыз, өзіңіздің бағаңызды біліңіз, өзіңізді всегда жаңағыдай тереңдетіп отырыңыз, жұмыс жасаңыз, еңбектеніңіз и барлық жерде биік ұстаңыз. Өзіңізге міндетті жұмысты ғана істеңіз, қалғанын бұл менің міндетіме кірмейді, пожалуйста, мен істемеймін деуге сіздің полный праваңыз бар негізінде. Болдық па, әріптестер? Google форма толтырдық па? Маған сұрақ бар ма? Қанша мұғалім мені тыңдап отыр ғой. Маған сұрақ бар ма, әріптестер? Маған VIP курс қажет екен, мен VIP курсты алғым келеді, мен VIP курсқа жазылғым келеді деген әріптестер болса, Google форманы толтырыңыздар да. Мен Google форманы жіберіп қойдым последний. И жазылып алсаңыздар болады, әріптестер. Егер сұрақ жоқ болса, қой осымен жабайық. Түнгі сағат уже 11 болып кетті. Сонымен қайтайық. Демалайық. Мен шексіз биікті бармын, пайдасы күшті дейді. Күшті, Айнұр апай. Негізі барлық мұғалімдер шексіз биікті алып, шынымен де қаншама дүние бар, қаншама білім бар ол жерде. Алып пайдалансаңыздар болады. Жақсы, ендеше әріптестер, қайырлы түн. Егер бүгін менің сабағым сіздерге ұнаған болса, онда өздеріңіз отырған WhatsApp чаттарға кішкене кері байланыс беріп қойсаңыздар болады. Мен ол жердің барлығында бармын, и сіздердің кері байланыстарыңызды оқимын. Мынау сабақтардың сілтемелерін бұйырса жібереміз, иә? Сау болыңыздар.